Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары? 152-ші сабақ. Математика. Жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Жанама түрде тұжырымдалған есептерді талдайсың, шығарасың. Қоғамдық орындарда демалу мәдениеті. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген деректерді пайдаланып, есептер құрастыр. 45 бала бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. 25 минут бұл жаяу жүргеннен 5 есе кем деген мәліметтерді пайдалана отырып, өзіміз есеп құрастырамыз. Балалар, бірінші тапсырмада есеп құрастырып болсақ, бірге отырып тексерейік. Оқырмандардың 45 бала бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Кітапханада күніне неше адам келді? Сұрақ. Балалар 45 адам бұл 3 есе артық. Ересектер белгісіз адам, барлығы белгісіз. Шешуі 45 бөлінген 3 тең 15 адам ересектер, 45 қосу 15 тең 60 адам, ол барлығы. Жауабы кітапханада барлығы 60 адам келді. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Орталық музейге түске дейін 200 бала келді. Бұл түстен кейін келген балалардан 68-ге артық. Музейге барлығы неше бала келді? Балалар не белгілі? Түске дейін 205 баланың келгені белгілі. Не белгісіз? Түстен кейін қанша бала келгені белгісіз. Бірақ түске дейін келген балалардың 68-ге артық екені белгілі. Музейге барлығы неше бала келгені белгісіз, яғни барлығы белгісіз. Балалар, бұл қандай есепке жатады? Дұрыс айтасыңдар, жанама есеп. Ендеше балалар, орнымызда отырып есепті шығарып көрейікші. Балалар, екінші есепті шығарып болсаңдар, тексере қойыңдар. 205 азайту 68 тең 137. Бұл 137 түстен кейін келген балалардың саны. 205 қосылған 137 тең 342. 342 музейге барлығы келген бала саны. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Сызбалар бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Бірінші сөреде 250 кітап бар. Екінші сөреде 200 кітап бар. Бірінші сөредегі кітаптардың нешеуі артық? 250 азайту 200 тең 50-ге. 50 кітап артық. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Театрдың жанына 150 қайын көшеті, одан 2 есе артық терек көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Есепті шығарғанға дейін жауабындағы сан 300-ден артық болады деп болжауға болады ма балалар? Я, болады. Себебі біз теректі табу үшін 150-ді 2-ге көбейтеміз. 150-ді 2-ге көбейтсе қанша болады? Дұрыс айтасыңдар, 300 болады. Ал енді барлығын табу үшін біз не істейміз? 150-ге 300-ді қосамыз. Қанша болады? 450. Ендеше барлығы қанша көшет отырғызған екен балалар? 450 көшет отырғызылды. Кесте бойынша Әлияның отбасы мүшелері бос уақыттарында немен айналысқанды ұнататынын анықта. Пиктограмма бойынша сұрақтар құрастыр. Оны топ мүшелеріне қой. 6-шы тапсырма. Сандық қатар. Заңдылықты анықта және екі жағына 2 цифрдан жазып қатарды толықтыр. Қане балалар, бірінші А нұсқасына қарайықшы, қандай сандарды жазуға болады? Дұрыс айтасыңдар. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Енді Ә нұсқасын қарайық. Дұрыс айтасыңдар. 1, 2, 5, 6. 7 мен 8 жазылмайды. 9, 10. 11 мен 12 жазылмайды. 13, 14 сандарын жазуға болады. Үйге тапсырма балалар. 4-ші есептің Ә нұсқасын шығарып келеміз.